аз ба көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмаға қиыныз. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуін атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам үшін өзін-өзі бағалы есеп қылмақ, яғни надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұраншақ, өсекші, өтірікші, алдамшы кеселді, осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақыллылардың, арылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе, мейлі білсін, жаман дегізбесе екен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да, десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгел, әуелі іс екеніне бескермейді. Мұндай мақтаншықтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтан іздейді. Ол надан, ләкин наданда болса да. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық мақтан іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, яуына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өз адам емес. Жатқа мақтасам екен деген, елі мақтаса екен дейді. Еліме мақтаса екен деген, ағайыны мақтаса екен дейді. Ағайының ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді.